Абай Құнанбаев, Ескендір. Осы жұрт Ескендірді біле мекен. Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Сұмдықпенен әскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау алып тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын елдің бәрін шапты. Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрінде бодан қылып, өкіметтен қолына тартып алды. Ескендір елді алмаған хан қоймады. Алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қанішер қаһарлы хан ашуы көп. Атағынан қорқады, жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошаметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті. Жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның. Бәрін алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан, тоқтау жоқ. Жер жүзін жеке билеп алмақшыны. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсіп, алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірдей шөлдеп, басына Құдай салды қиын істі. Сандалды, сардалада су таба алмай. Шөлдеген жұрт қайтеді, бос қамалмай. Қызметкердің бәрінде өлтірмекші болыпты, шөлдегенге шыдай алмай. Мысалы астындағы ат одағы ұшты. Ескендірде атының жалын құшты. Жылтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ. Таспадай бейне арықтап шыққан құлақ. Түсе сала Ескендір басты қойды. Ішсе суы өзгеше, тәтті тымақ. Кеткен балық келтіріп сонда тұрып, сол суға балық далды бір жудырып, иісі дәмі өзгеше болып кетті, таң қалды мұның бәрін суға жорып. Ескендір қолын айтты, бұл неткен су, бәрін де ішіп, бұл суға бетіңді жу, бір бай елден осы су шыққан шығар, өрлеп барып, үстіне тікелік ту. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шаш келер маған жан жоқ, наныңыздар. Менен қалмай бұл суды шапшаң өрлеп, талқан қылып, шаһарын алыңыздар. Жарлық шашты, қол жүрді, суды өрлей, шаһарына жеткенше дамыл көрмей, көкпеңбек темір киген өңкей батыр тарттырып жөнеледі сырнай керней. Сол әскер суды өрлеп талай жүрді, судың басы бір құзар шатқа кірді. Шаттың аузын бекіткен алтын қорған, қақпасы бекітулі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды, тұтқасын олай-бұлай қатты жұлды. Аша алмады қақпаны, үміт үзді, ақылдасып тәуір-ақ амал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой, келмей ме тоқтаусыздың бәрідан ғой. Дел сал болып бәрі де қайта шықты, алысып әл келмесін байқаған ғой. Долдықпен хан Ескендір ашуланды, ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дүбірлетіп қағып-қағып, қақпаңды аш деп барынша айғай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді, күзетшісі сол екен дыбыс берді. Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қақпаңды аш, хабарыңды айт, білдір маған, қорлығым өзім туып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар көре алмастың біреу сен, ондай кісі бұл жерге келмейді тең. Талпынған талаппенен мен де бір ер, көп жүрдім, кездей келді көрмеген жер. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сый қылып белгі болар бір нәрсе бер. Қақпадан лақтырылды бір орамал, сыйым осы, есерім мынаны ал. Ішінде бір нәрсе бар, ақыл берер, апардағы ойланып, көзіңді сал. Орамалды қуанып қолын алды, сый алдым деп халқына қайта барды. Қараса ішінде бір қу сүйек,
бұл неткен мазағы деп аң-таң қалды. Ашуланып сыйына болды кекті, ең болмаса білмеді сый бермекті, осы менің теңім бе деп ақырып лақтырып жібереді ол сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Ханға айтты, қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін, хабардар бол. Сол күнде Аристотель жекедара, ақыл сөзін тыңдамай, барма шара, таразыны әкелде сүйекті сал, бір жағына алтын сап, өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендірде қарай қалды, таразыны құрдыртып орта қалды. Қанша алтынды күміспен салса дағы бір кішкентай сүйекті аудармады. Мұны көріп Ескендір аң-таң қалды, бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер екен деп қарап еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырлады. Аристотель хакімге патша келді. Мұна сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойланып тапшы деді. Хакім жерден топырақ алып барды. Бір уыстап сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсті. Сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп аз тұрады. Хакімді аулақ жерге шақырады. Таң қаларлық іс болды, мұның өзі мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі, деді ханға. Тояма адам көзі мың мен санға, жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйылғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын дүниеге тоям екен, қанша түрі жүрсе де өлген күні өзге көзбен бірдей ақ болады екен. Ашуланба, ей патшам, айтайындат, алтын қақпа бермеді сізге рұқсат, сый сұрадың, бергені бір қу сүйек, мұны көріп алыңыз, сізде ғибрат. Ойлап патшаның мойны түсті. Құдайым көрсетті деп бұл бір істі, бекерлік екен менің бұл ісім деп қолын алып жұртына қайта көшті. Азақ сөз айттым бітті бұл әңгіме. Мұны бір өзге сөздің бірі деме, қарның тойса қайғырма мақтан үшін, тоймас көзің толар деп қайғы жеме. Қу өмір жолдас болмас, ала көтер, өз күлкіңе өзің қарық болма бекер, ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ, түпке жетер. Мақтанасың біреуге, мақтасын деп, шаужайынан еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артыңнан күліп қалар, ант ұрғаннан Құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап былжырайды, бойың өлшеп сөйлесең нен құрайды. Жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды.